Т9-ті қалай қосады деген сұраққа жауап беремін. Т9 деген не? Т9-ті жалпы бір сөз жалғанда ол өзі жалғастырып кетеді. Сіз бір ғана сөз жазасыз, ол сөзді тіпті ары қарай не болатынын жалғастырып кетеді. Жалпы Samsung те осылай қосады. Samsung емес, жалпы Android-та. Настройка кіреміз. Настройка кіргеннен кейін сізде осылай Т9 осылай қосылып тұрады. Мінекей, автозамен өшіресіз, Т9 қосамыз. Одан кейін барамыз. Міне, енді жазып көреміз. Сәлем. Міне көрдіңіз бе? Сәлем. Достар, смайлик та бар. Ұйықтадым. Міне көрдіңіз бе? Өз сөз жалғастырып тұр. Қалайсың, міне. Қалайсың сен? Маған ұнамай жүрсің. Мысалы, сондай ретінде жазуға болады. Сонымен Т9-сіз қалай қосу керек екенін білесіздер. Кейде достар осылай болып кетіп жатады. Сөздерді ол таппай қалады. Кейде ол сөз ауытқып кетеді. Басқаша орыс сөздерін айтып кетеді. Ондай жағдайда настройкаға кіреміз. Ондай жағдай настройкаға кіреміз. Одан кейін бар опцияға кіреміз. Опциядан кейін диспетчер приложение деген бар. Диспетчер приложение кіргеннен кейін клавиатура Samsung дегенді тауып аламыз. Все дейді, мысалы, клавиатура Samsung деген бар. Яғни сізде клавиатура басқа болады, телефоныңызға байланысты. Asus болса, планшетіңіз болса, яғни сонда клавиатура деген сөзді тауып дейсіз. Маған әзірше очистить керек емес. Очистить данные басасыз. Мысалы, көрдіңіз қазір вычисление жүріп жатыр. Очистить данные, ол яғни кэш, память. Көрдіңіз бе, менде 44 жиналып қалған сөздердің жиынтығы. Ондай банағыдай сөздер ауытып кетпеу үшін очистить данные басасыз. Одан кейін барып очистить кэш етесіз. Содан кейін сізде қайтып жаңадан сөздер жазуға болады. Яғни дұрыс сөздер жалғасып кетіп жатады. Басында менде сөздер басқаша бір орысша сөздер жүріп кете бастады. Мен білмедім. Одан кейін интернеттен достап қарап, іздеп, банағыдай диспетчер приложение кіріп, кэш очистить етіп көрдім. Сау болыңыздар, біліп жүремін каналына жазылуды ұмытпаңыздар.